Сәлеметсіздер ме? Абай арнасында біздің кино өнеріне, шынайы кино өнеріне деген шынайы ілтипатымыздан туындаған соңғы муза бағдарламасы. Студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдіктөленұлы. Ал менің бүгінгі қонақтарым киносыншы Гүлзат Көбек, филолог ғалым Қуаныш Жұмабек, драматург сценарист Тұрсынбек Кешубай, жазушы Әлихан Жақсылық және жазушы Өміржан Әбдіхалық. Қош келдіңіздер. Бүгін біздің көрермен назарына ұсынатын фильміміз, шынымды айтсам, мені таңғалдырды және қатты ұнады. Скандинавиялық деген кино феномені бар ғой, Гүлзат, иә? Бәрі бәрібір сол скандинавиялық әдебиет, скандинавиялық талғам деген ұғым бар. Тіпті қарсаңыз пәтердің жаңағы дизайнда скандинавиялық стиль деп жатады, немесе үй құрылысында өзіндік бір әлем, салқын климаттан туындаған, протестанттық дүние танымдардан туындаған. Мына осы бір сол скандинавиялық стильде түсірілген фильм секілді. Маған екінші жағынан даниялық кино дегеннің өзі бүгінгі таңда үлкен құбылыс болып келе жатыр. Соңғы 5-10 жылда оған дейін біз негізінен скандинавиялық кино дегенде швециялық киноларды айтатын болсақ, швециялық әдебиетті айтатын болсақ, мынау Дания, Скандинавиядағы өзі ең кішкентай ел ғой. Дания бүгінгі таңда үлкен құбылысқа айналып келе жатыр. Оның дәлелінің бірі тіпті Мэтс Миккельсен, соңғы мынау былтыр әлемді шулатқан тағы бірден алып қояйық деген фильмде басты рөлде ойнаған актер. Оның сыртында талай тамаша режиссерлар шығып келе жатыр. Мінекей соның бірі Мартин Зандвилис деген режиссер 2015 жылы «Құм астында» деген фильм түсірді. Құм астында соғыстың адамның санасы мен жан дүниесіне қалай әсер ететінін зерттеу жөніндегі мастер-класс. Өте маңызды көрілім. Тори Брейзер. Бүгінгі таңда тек қана фашизмнің зұлымдықтарын емес, кейін кеңес солдаттардың жасаған зұлымдықтарын Германияға барған кезде кейін кек қайтару жолындағы оны да айта бастады. Сол тұрғыдан келген кезде мына фильмде өте бір адами көзқарас бар секілді маған. Қысқасы, маған қатты әсер еткен туынды болды. Гүлзат, сенің пікірің? Өте дұрыс айтасыз, адами көзқарас, яғни соғысқа, онда қатысушы адамдарға, өздерінің арасында қарым-қатынасқа басқаша ракурспен қарау бар бұнда. Фильмнің драматургиясын ерекше атап өткім келеді. Өйткені бұл фильм драматургиясы өте шебер жасалған. Көрерменнің эмоцияларını экстрим жасатады да бұнда. Бұнда шын мәнде өзі кейде сезінбей қалған бүкіл сезімдерің оянады. Жаңа тікенді қадап алған сияқты ғой, сыздауыққа жарылып кетеді да. Фильмді толық түсінесің, сезінесің. Фильмнің басында жаңағы басты кейіпкердің демімен басталады ғой. Бұның өзі шеберлігі, ұтымдылығы, драматургиясының, сценарийінің, фильмнің соңына дейін сол деммен отырып көресің да, бір тыныстап етіп ұстап отырады. Фильмнің ішіндегі көтеріп отырған екі басты мәселе бар деп айта аламын. Біріншіден, бұл фильмнен, бұл оқиғадан түсінеміз біз жалпы табиғатынан, жалпы ер азаматтарға өмір сүру негізі қиын. Өйткені олардың біз байқай бермейді, кейде ашықта көріп жатамыз, бірақ бір іштей жүретін бәсекелестік бар да, оларда тіршілікке деген күрес қой. Кім мықты, кімнің орны қаншалықты, кімнің физикалық күші алдыңғы планға шығады, жаңағы әлжуаздарға үлкен соққы, адами тұрғыдан шын мәнде бүкіл инстинкттарыңды бұнда қатты оятады. Бұл фильм. Жалпы фильм толық тарихи негізде түсірілген, тарихта болған оқиға. Енді дәл осы оқиға тарихи болмаса да, мынау фильмдегі ахуалдың барлығы тарихта болған нәрсе, ситуацияның барлығы. Тарихта әртүрлі жағдайлар бола береді ғой. Бірақ өмірде ол қалай болды, біз жай жазылған фактілерден білеміз. Мен айтып отқаным, егер біз тарихи контекст алатын болсақ, шын мәнінде. Мынау Данияны айтып отырмын ғой, Данияның бұл Скандинавиядағы ең кішкентай ел. Ең қауқарсыз ел, Европадағы. 6 сағатта жаулап алған Гитлер Данияны, бір дивизияның күшімен 6 сағатта жаулап алған. Фильмнің басында білесің ғой, бірден анау өзінің жаңағы әскери киімін киіп, сосын жаңағы туды ұстайтыны 5 жыл бұлардың Данияның туын ілуге хақы болмаған, сосын жаңағы киімін, әскери киімін киюге хақсыз болмаған. Сол анау фильмнің басында басталғандағы жаңағы сержанттың жаңағы анау 5 жылғы өш, ыза, анау тұтқынның қолына бұл сенің туың емес деп нақасыз, енді шын мәнінде жерде оңбағандық істеп тұрғанды, бірақ соғыстан қалған ыза сонымен келеді, сол соғыстағы ситуация шын мәнінде
Дания жағалау болғандықтан, сосын Данияда өте стратегиялық тұрғыдан маңызды аэродромдар болғандықтан, Данияны түгел жаңағы миналап тастаған. Жағалауды барлығын, өйткені одақтастардың әскері сол жағалаудан келуі мүмкін болған. Бәрі тарихта болған нәрсе. Тұтқындар, сосын немістің тұтқындары жаңағының барлығын минадан тазартқан. Енді кинематографтың күші неде? Осы тарихи фактыны өмірде қалай болды енді білмейміз ғой біз нақты бүгінгі заманда. Бірақ кинематографтың сол мүмкіндіктерінің шексіздігі сол оқиғаны алып, осы киноның тілінде соншалықты әсермен, екі есе әсермен, ғажайып сондай сезіндіре алғандығында шын мәнінде оқиғаның былай қалай болуы мүмкін деген болжамда. Және фильмнің ішіндегі екінші мәселе бұл жалпы біздің адамның трагедиясы неде? Біздің өзімізді бір мықты болып, мықты екендігімізді, мықты осындай мықтымыз дегенді солай көрсетуге тырмысуымыз да бір жалған. Жаңа босаңсыта алмаймыз ғой. Бұндағы бір ғана кейіпкер осы лейтенанттан осы мысалды көреміз. Өйткені ол сол образдың маскасын киді, мықты, жаңа қол астындағы жасөспірім бозбалалар ғой, шарасыз, сол шекарадан өтіп келген, ыза, кек көрсетуде сол масканы кетті, мықтылық, сол рухта ұстау. Бірақ оның босаңсытқанда қарапайым солар сияқты адамшылдық тұрғыдан жаңа футбол тепкенде өмірде шынайы бір адамшылдығыңа оралу, өзің тану, оның қателескен бәр айыбы да сол жерден басталады ғой. Өйткені кектен келеді, ол балаларға бауыр басады, үйренеді, оларды ішінен кешіре біледі, әрбірден соң баласы құсап, жаны аши бастайды, ең соңында қимастық сезімі оралады. Бірақ адамның және бір опасыздығы итін атқанда бір сатқындық көргендей, қайтадан сол образға, сол масканы киіп, қайтадан күшею. Бірақ бұл сценаристің ең ұтымды жаңағы сөзі бүкіл фильмді түсіндіріп бере алатын нүктесі. Айтады ғой, бұл балалар ер азаматтар ғой, енді бозбала әскерге баратын жастағы. Жылағанда, жандары қиналғанда мама деп жылайды. Олар әлі бала ғой деп бұларды қорғағысы келеді ғой, үйлеріне қайтаруға, сол мүддеге күреседі лейтенант. Мен мынаны көрген сияқты, керісінше лейтенант сержант доп ойнап кететін жер ол бейбітшіліктің бастауы меніңше. 45-ші жылы даниялық сержант пен немістің бозбалалар футбол ойнап жатыру деген ол мүмкін емес нәрсе қарап тұрсаңыз. Бірақ бұл үлкен бейбітшіліктің бастауы. Ал итінің жарылып кеткені дұрыс жауызды қоятады, бірақ мен түсінуім бойынша ол итінің жарылып кеткен кезде оған дейін ол босаңси бастады, сіз айтқандай. Сержант және бұл жерде ашуланған жері бұның жалғыздығы. Бұл жалғыздығын жеңіп тұрған иті еді. Бір сырласы дос сияқты сөйлесетін еді итімен. Ал одан кейін итінен айырылғаннан кейін олардың орнын немістің бозбалалары келіп басты. Мына жерде кинода тағы бір айтатын жерім, бұл қайталау деп айта алмаймын, бір ұқсастық бар. Қай киномен? 38 бойлық деген киноны тамашалаған боласыздар, кәрістерін солтүстік Корея мен оңтүстік Кореяның. Екі бозбала аға інілі, 16-17 деген. Ағасына інісі айтады, менің арманым маған туфли алып берсең, мен сабақ оқимын дейді. Ағасы туфлиге әзір ақшам жоқ, бірақ балмұздақ алып бере аламын деп, балмұздақ алып беріп тұрған жерінен әскерге алып кетеді екеуін. Және де Дюнкеркте де солай, сіз білесіздер шығар. Дюнкеркте де бұл кішкентай адамдардың тағдыры ешқандай мәжбүрлі түрде ешқандай нәрсе істей алмау. Ал бұл қазақтың қоғамымен қатты сәйкескен жері, бұл құм астында киноның. Біз де қазір құм үстінде өмір сүріп жатырмыз. Біздің астымызда толған миналар, оны қойған үлкендер. Дархан ағаның жасындағы, одан үлкен жасында пенсияға шыққалы отырғандар, сіздің жастағылар көп. Ертең минаны тазалайтын кім? Біз, сіздер. Қандай минаны залалсыздандырамыз? Бізден бірінші ескерткішті, қаланың аты, көшенің аты деген нәрселерге сол миналарды тазартуға барғанда жарылып кетуіміз әбден мүмкін. Демек, бұл жерде мынау дұшпан ғой енді немістер. Бірақ немістің сарбаздарының өзінің үлкендері қойып тұр. Сарбаздарында кәдімгі анау бір соғыстан өткен, кәдімгі әбден неше түрлі қажалған, қайралған сарбаздарды көрсетпей, бозбалаларды көрсетуінің себебі бұл бозбалалар өздері жасамаған қылмыстың салдарын, өздері салмаған минаны тазартып жүр. Біз қылмыс жасаған жоқпыз, бірақ мойнымызбен көтереміз. 10 жылдан кейін ба 20 жыл дәл сол. Тарихи нәрсені түсірген кезде барлық тарихи нәрсе кино болып шыға алмайды. Бұның кино болып, өнер болып танылу жері бозбалалардың. Ал бұлардың орнында үлкен жігіттер болып, минаны өздері қойған болып, өздеріне тазалаттыратын болса,
онда ешқандай өнерде кинода бір әдемі туынды да шықпас еді. Бұл жерде үлкеннің істеген қателігін ұрпағы көтереді деген мағынаға келтірген, бірақ бұлардың ешқандай жазығы жоқ, қарап тұрсаңыз. Екінші дүниежүзілік соғыстың көпшілік үшін беймәлім, қараңғы тұсын баяндайтын. Аса сұрапыл, аса сапалы туынды. Питер Брэдшоу. Нағыз сарбаз сержант, иә? Нағыз сарбаз даниялық. Енді түрінен де көрініп тұр ғой жаңағы, иә? Шамалы адамға дес бермейтіні, жаңағы азулы, адуынды тұлға екені. Ал керісінше оккупант болған кешегі немістер бұл бозбалалар. Иә. Шын мәнінде балалар қауқарсыз. Жаңағы Гүлжаттың айтып отырғаны рас. Басты жаңағы жерде фразаны жүрегі ел жүреген кезде бұны ең бірінші таңғалдыратын не? Анау тіпті сарбаз деуге келмейді, мамасын шақырады аналар. Әлі балалық жастан кетпеген. Барлығының арманы еліне қайтып жаңа өмір бастау, бәрібір армандар жаңа қираған Германияны қалпына келтіру. Иә? Иә. Бейбіт арман олардың бойында. Иә. Мен жаңа айтам, сананың өзгеруі. Бәлкім соғыстан кейінгі алғашқы жылдары шын мәнінде бұнда кино түсіру мүмкін болмас па еді. Данияның азаматына, өзінің елі үшін, фильмдегі ең жексұрын кейіпкерді Данияның офицері қылып тұрып осындай фильм түсіру үшін қанша уақыт керек болды деп ойлайсың? Негізі соғыс деген болғанда, болмағанда мысалы Ресей немесе біздің кино қазір осындай пайымда кино түсіре алар ма? Жоқ, түсіре алмайды. Бізде бұндай жанрдағы фильмдер дәл мынандай рухтағы, мынандай шеберліктегі әлі уақытқа дейін жоқ. Шеберліктің сыртында дүние танымдық. Біздіңше, егер қаржылық мүмкіндіктер, техникалық мүмкіндіктер жеткілікті болса, біз болашақта осы қазақтың екінші дүниежүзілікке қарсы көзқарасын беретін авторлық кинолар көреміз ғой деп үміттенемін. Сосын енді соғыс деген соғысты саясат жасайды ғой. Саясат соғысты жасайды. Бірақ соғысты жаңағы әскери драмалардың барлығында жалпы жаңағы кішкентай адамдардың тағдырын көрсетуге талпынады. Енді Совет үкіметін Қытай сияқты елдерді қоспағанда, басқа елдердің барлық әскери драмаларының өте тартымды болатыны, және драматургиясының өте ширығып келетіні сондықтан. Яғни кішкентай адамдардың тағдырын көрсете білуінде. Мысалы, Европаның кейінгі шыққан әскери драмаларында да. Соғыс кезінде соғыста қай жақтың болмасын қарапайым сарбазы бұл өз еркі, өз қолында тимеген, бейшара, бейбақ, мәжбүрлікпен барған. Оны ең алғашқы көрсеткен, мен ойлаймын, Ремарк өзінің батыс майданда өзгеріс жоғында. Өйткені мектепті кеше бітірген балалар. Соғысқа тап болып келген кезде олардың, мысалы, француздың солдатына немесе басқаның ағылшын солдатына ешқандай жек көріс жоқ. Оларды да мал секілді айдап алып барды да, сол оттың ортасына салып жіберді. Мен ардақты еврей бауырым Харари деген айтады, біз соғыстың әлі ұстаған жоқпыз. Ауғанстанды қара, Сирияны қара, басқа да мемлекеттерді қарасаң, аштық болып жатыр, ауру тарап жатыр, оның бәрін тұсай алмай, біз бейбітшілікке жеттік деп айта алмаймыз. Бірақ ең маңызды үлкен соғыстарды тоқтаттық. Хараридің айтқысы келген бұл жерде сіздің пікірге де, мен де пікіріме де қарсы келіп тұр. Өйткені ол айтады, соғыс ол хайуанилықтан туады. Соғыс хайуанның әрекеті. Өйткені бір жыртқышты жейді, бір жыртқыш талайды. Және де әйелге ұнау үшін кейбір арыстандар ана арыстанды талайды, ана жолбарысты талайды да, айғыр ана айғырдың үйірін тартып алады деген сияқты. Адамға да келсең дым айырмашылығы жоқ. Бірақ оны ойнап жатқан саясаткерлер, ол біз білмейміз, Гитлер мен Сталин арасындағы келісім бе, одақтастық ба, содан туындады ма деген сияқты. Жалпы бүгінгі соғыс, бүгінгі заман соғысы мен екінші дүниежүзілік соғысы ғой. Ұқсамайды. Және біз қалай десек те, екінші дүниежүзілік соғыс адамзаттың ақыл ойының дамуына, адамзаттың өзгерісіне үлкен жаңалықтар алып келді. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі әдебиет, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кинематография. Өйткені екінші дүниежүзілік соғыстан кейін алғаш рет тұтқындарды қинауға болмайды, химиялық қаруды қолдануға декларация пайда болды, бүкіл әлем адамзатқа ортақ адамның хақы жөніндегі. Сондықтан адамзат бірінші рет адамның құнының қадірін түсінді. Дұрыс айтасыз. Біріккен ұлттар ұйымы құрылды, мысалы да, жаңағы үлкен ұйымдар құрылды. Адамның хақын. Өйткені соғыстан адамзат шошынды, тітіргенді, анау айуандықтан бәрі шошынды. Адамзаттың санасына ұлы өзгеріс алып келді екінші дүниежүзілік соғыс. Бірақ ол бар. Екінші жағы, мынау кек, ыза деген реваншистік ұғымдар бар, иә? Мысалы, кеңес үкіметінің киносы 70 жылда соғыстан кейін одан арылған жоқ.
әлі неміс жек көретіндер бар. Қазір біздің отандастарымыз мысалы менің ата бабам жаңағы жауызды жеңген, менің хақым бар, жаңағы 9 май күні алаңға шығу, байлап алады атасының суретімен шығу. әлі насихат Бұл бар ғой біздің қоғамда. Бар. Мынау фильмдегі мағына басқа секілді. Өйткені фильм неден басталады? Соғыстың зұлымдығын көрсетпейді фильм. Соғыс біткен сәттен басталады. Соғыс бітті, кешегі оккупанттар тұтқынға айналды. Олардың Данияға жасаған озбырлығы ештеңе көрсетілмейді. Ең бірінші сәтте фильм басталған кезде керісінше Данияның офицері сержант жаңағы тұтқындардың біреуін алып алады да қолындағы туды тартып алып, бұл менің туым деп оңдырмай сабайды. Содан басталады. Дұрыс па? Содан басталады, содан кейін фильмнің басындағы риторика, сендер оңбағансыңдар, сендер Данияны бізді 5 жыл қорладыңдар, енді сендер аштан өлсеңдер де бәрібір маған деп басталады. Ситуация бірден өзгерді. Кешегі жауыз енді бейшара адамға айналды. Сол кезде ситуация өзгерген сәтте сержанттың жауыздығы, аналарға қиянат көрсетуі, оған дейінгі 5 жыл жинақ көрген қорлығы Данияның жаңағы тұтқындарға қайтадан керісінше өздері секілді кезінше қиянат көрсетуді ақтай ма? Әлде адам өзінің адами қалпын сақтау керек па? Адамның кек қайтаруға хақы бар ма? Енді киноның негізгі мақсаты, және өзіңізде шет жақсын айтып өттіңіз, гуманизмді негізге алатын сияқты. Яғни алдыңғы ұрпақтың қателігін кейінгі ұрпақ өтейді дегенге мақсат ететін сияқты. Енді жалпы гуманизм дегеніміз дүниетаным ретінде өте күрделі феномен ғой. Адамның барша адами қасиеттерін ұлықтайтын, даралығын дәріптейтін идея. Енді осы Мартин Зандивилеттің режиссерлігімен түсірілген фильмде адамның қадір қасиеті, ой еркіндігі, жауапкершілік, бақытқа құштарлық, яғни гуманизм байқалады деп есептеймін. Енді сонымен қатар сержанттың неміс жастарына жан ашуы, жалпы бұл жерде негізгі ой соғысымен, яғни адамдығымен болу керек дегенді аңғартатын. Соны айтам ғой, адамның кек қайтаруға хақы бар ма? Мінекей, біздің қоғамда бар нәрсе. Көп жағдайда. Бірақ ұрпағынан алу деген адамдық емес. Мысалы, бір қауым ел бір жауызды ұстап алады. Содан кейін жаңағын сойып сабағысы келеді. Дұрыс емес. Өйткені ол оңбағанның көзін қорыту керек. Себебін білмей жатып, бізде жек көрініш сезімін қозып. Енді әлде бәрібір сен өзіңе қиянат көрсеткен адамды жеңгеннен кейін оған озбырлық танытуға хақың жоқ па? Толстойда есіңде ме, Өміржан? Соғыс және бейбітшілікте. Француздар мен Ресейдің аумағында соғысқан, ерлік танытқан орыс әскері шекарадан асып Францияның аумағына кірген кезде Толстой жазады ғой. Адамзат тарихындағы ең үлкен қылмыстардың бірі, ең үлкен тонаудың бірі, ең үлкен озбырлықтың бірі басталды. Екі елдің шекарасы. Бұлар басқыншы болды. Бірақ шекарадан асқаннан кейін керісінше кеше ғана елін азат еткен әскерлер енді озбырға айналды. Қазіргі біздің қоғамда әлі күнге дейін ешкім айтқысы келмейтін, жұрттың наразылығын тудыратын нәрселер совет әскерлерінің, жауыздармен соғысқан, фашизммен соғысқан жеңімпаз әскердің Германияға барғандағы зорлық зомбылығы, тонауы Германияны. Бұл шебі қайда, шегі қайда? Біз ыза, кек деген нәрсені дәріптеген жақсы көреміз. Намыс қой, халықпыз дейміз, намысымызды бермеу керек дейміз. Шегі қайда, шебі қандай? Осы фильм осы мәселені қоятын секілді ғой. Бұл жерде мынандай бар да, жаңағы соғыстың өзінің жазылмаған заңдылықтар бар. Атамыз заманнан келе жатқан, Мысалы, сен бір жерде жауласаң, сол жердің жаңағы дүние мүлкін талауға саласың, қатын баласын талауға саласың деген нәрсе жаңағы екінші дүниежүзілік соғыста да болған. Енді сол жаңағы адамның жаңағы бір хайуани әрекеттермен адамшылық әрекеттеріне шекара қойғысы келеді ғой фильм. Осы екеуінің бір білінбейтін, адам көзіне көрінбейтін нәзік тұсын көрсеткісі келеді. Енді қараңыз, соғыс деген нәрсе бізде мылтықсыз майдан деген өзінің түсінігіміз бар ғой. Соғыс деген ол біздің күнделікті өмірімізде жүріп жатады, мысалы, соғыстар, Бірақ бұл фильм жаңағы адам, сіз айтып отырған адамның ішіндегі
кек күшті ма, жоқ әлде соғыстың қалған зардабы күшті ма дегенді айтқысы келіп отыр ғой. Құм астында бұл эпикалық туынды. Дэвид Лэмбл. Лейтенанттың кейіпкерін осы мысалмен түсіндірсек болады. Айттым ғой бағана, біздің бәріміздің бір трагедиямыз сол. Жаңа мықтының кейпіне еніп алып, сонда көрсеткіміз келетіндігінде. Бұл артынан адами қасиеттерін, өзіне қайта оралып, өзіне жол тауып, бұның шынайы сәттерін көргенде сондай жүрегіне бір тыныштық сыйлайды да. Бұл ненің сигналы бізге? Қандай жағдайда да өзің адам болып қалу, өз жайыңмен өмір сүру, мықты болмай-ақ қой, өзің денеңді босат та, тыныш, бейбіт өмірің сүр, сонан өткен бір ғажап дүние жоқ. Өйткені лейтенанттың да мысалға ең соңында жанталасу, жаңа жоғарыда тұрған жауыздық жасады ғой, бұларды әрмен қарай мина қазуға жіберген, үйіне қайтарам деп отқанда. Соған дейін принципіне соңына дейін адал болып барып, оларды көлікке салып шекарадан қашыңдар деп жіберген сәтке дейін бұл адамдыққа оралу. Осыған басты акцентті береді. Жаңағы маска, біздің бетперде киіп алып, мықты болып жаңа көрінгіміз келетін жанталасымыз, оның бәрінің құны түк емес. Нағыз соғыс негізі сол адамның ше, осыны киіп алып, мықты болып көрсеткім келеді. Біріншісінде сабайды, екіншісінде соңғысында ол босатып, мәз болып қарап тұрады. Дұрыс қой, біз сондай күйде қалуымыз керек. Сержанттың ана әрекеті, жаңағы балаларды өзінің жаңағы сондай маска киіп алып, сондай әрекетке баруы, ол жаңағы Данияның жаңағы фашистердің жаңағы жаулап алғаннан кейінгі кезеңдегі қоғамдық түсінікте, қоғамдық сержанттың бойындағы адами эволюция ең бастысы сержант не істейді? Бұл өзінің бойындағы ыза кекті жеңеді. Жаңа сіз айттыңыз ғой, қоғамда біз жабылып кетеміз ғой. Фильмда мысалы немістің балалары өзгермейді, олар бала қалпында қалды. Олар фильмнің басында да сондай, соңында да сондай. Мына жақтағы өзінің басшылары өзгермейді, олар оңбаған қалпында қалды. Эволюция сержанттың бойында. Фильмнің басында жаңағы жұдырық жұмсаудан бастайтын адам, соңында жаңағыларды балалардың бұл жерде сержант ең жақында қабылдауы. Демек, бұл сержанттың бойындағы эволюция, бұл Дания қоғамының бойындағы эволюция. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде мына айтыңыз. Мына сценаристің бір кереметтігі, жаңа осы режиссер екеуінес. Фильм басталған кезде ана демді естіртеді ғой. Демек не деген сөз, соғыс бітті, Дания халқының демі тоқтап қалған жоқ, өмір арқылы жалғасып жатыр. Соны фильмнің ең соңында жаңағы 4 даниялық жаңа құлдықтан босап, жаңағы ең қатыгез деген адамның қолымен қайтадан жаңағы өзінің еліне жіберіліп отыр да. Бұның анау ұстап тұрған жері сол. Дұрыс айтасыздар, ана жерде басында анау қатал енді. Қарасаңыз енді ана адамнан бір кішкентай адамгершіліктің жылтын көру мүмкін емес. Іші толған кек. Ал енді ең соңында басқаша болып өзі бар бана өзінен үлкен бастықтың алдында бұған әсер етеді. Мәселен бір неміс баласы екеуі құмның үстінде отырғанда, немістің баласы мынаны сізге сыйлаймын, станш деген құрылым бар. Мен кино қарағанмен сол әсер ететін жерлерін қараймын. Біз басымен соңын айтып отырмыз, бірақ ортасында сіз айтып отқан адами эволюцияға не әсер етті дегенде, ұстаңызшы, алыңызшы дейді, алмаймын дейді, алыңызшы деп алып жатқанда жаңа жарылыстың дауысын естеді. Бір-біріне күледі. Сол кезде айтады, бұл не дегенде айтады, мен әкем осылай еркелетіп ойнатушы еді дегенде, сержантта бір басқаша сезім оянады, бір балаға деген бір әкелік махаббат сияқты. Міне осындай нәрселер әсер етті. Демек, бәрібір адамның қасиеті өзін алып біледі. Жаңа Гүлзат ханым айтқандай, маскасы бәрібір шешіліп қалатын болып отыр. Айттық қой, ең маңызды мәселе. Қоғамда бір жағдай туындайды, жаңағыдай біздің қоғамда. Біз жаппай жаңағыдай, мен қазақпын, намысымызға қайшы, таптауымыз керек, жер бетінен жой жіберуіміз керек деп бір жалған, бәріміз жабылатын бар, ондай процесстер бар. Жалпы, біз сол кезде бір сәтке осылай ойланбаймыз да. Қазақ, бірақ мен кіммін? Арғы тек адам. Жалпы мен қандай адаммын, менің ұстанымдарым қандай, ол маған қайшы ма, мен неге олардың мүддесіне бірігуім керек? Жалпы ол маған қажет ба? Біз жаңағыдай жеке қарамаймыз да. Ал ол бала жаңағы қорлап атқан, егер мен балам болса ше, мен соларға талатып қоятын бедім деген. Біз жаңағыдай кіріп кететін жаңағы бәрі топтасатындар негізі ойланбайтын адамдар деп есептеймін. Ол сосын жаңа ұлт дегенде жаман тұтас, оны айта алмайсың ғой. Ішінде жаңағы сияқты әртүрлі жаман адамдардан әртүрліміз ғой, біз әртүрлі болып құраламыз. Мен мысалға өзімді мысалға жамандардың қатарына
қоспауым, мен олардың жаңағы соғысына атсалыспауым мүмкін, өзім жеке дара отыруым керек. Неге мен ол жүгіргеннің артынан әрбірден соң жүгіруім керек? Бір ұлттың ішінде әртүрлі адам болады. Бәрі бірдей болмайды. Мұндағы бұның жоғарысындағы жасағандардың оңбағандығы, мысалға бозбалаларды кеп ана жерде кіші дәретін басына құйып қорлау, ол нағыз иттік. Яғни сол бір ұлттың ішінде де неше түрлі азғындар бар. Сол үшін жаңағыдай үйірленіп жүгіріп шабуыл жасамас бұрын бірінші сен өзіңе сұрақ қоюың керек. Жалпы қаяққа шауып барам, маған керек па? Жаңа сержанттың эволюциясы ол Данияның адамилыққа Біздің келе деп қоғамдағылар айтуға жалпы осыны келіңкіремейтін түсіну керек сияқты. та. Керек Себебі емес жаңа нәрсе. ханым айтып отыр, Дарханаға айтты ғой, бұл Данияның жанаруы сияқты деп сержанттың. Жоқ, ол мен кестіргім айт, себебі міне айтып отыр, арасындағы кейбір адамдар қорлап кетеді. Бұл бүкіл Дания жанарған болса, онда олар да бір мейірімділік таныту. Жоқ, мен ол кездегі Данияны айтып отқан жоқпын. Мен осы фильмнің пайда болуы, Фильмдегі Дания ол рас. көзқарастың пайда болуы қоғамдағы эволюцияның белгісі. Біз сол сіздің қоғамдағы жаңағы айтып адамдарға отырған айтуымыз керек эволюцияға та, қатысты ол мен бір дұрыс мысал емес айтып берейін. екенін. Олай Біздің Қазақстанда да болмайтынын. 200 жылдық соғысқа қатысқан ел. Иә? Иә. Жаңа бізде де бір жаңару, бізде де бір эволюциялық жаңағындай қарау бар. Мен газетте істеп жүрген кезде 9 майдың қарсаңында соғыс туралы материал беруіміз керек. Сосын біз ана бас тарттық жаңағы идеологиялық материалдар бар ғой. Ұлы отан соғысы деп басталатын жаңағы аталарымыз соғысқан. Сосын бас редактормен ақылдасып келіп, біз ана орыстың да соғысқа қатысқан адамдардың ішінде шынайы естеліктер жазған адамдар бар. Никулинді білетін шығарсыз, Никулиннің естелігі бар. Біз сол Никулиннің естелігін барлығымыз 2-3 беттен алып, аударып, соны айқара 2 бетке бастық. Бұл соғыстың шынайы, ең шынайы беленген дүниесі. Енді қараңыз, біз шығардық. Біздің соғысқа көзқарасымыз, газеттің екіншілік соғыс көзқарасы осы деп беріп едік. Ешкім үндеген жоқ болатын. Сонда бір редакцияның ішіндегі топтасқан көп адамдар бар да. Сонда соның ішіндегі адамдар жаңағы ішінен дау шықты. Сендер мынаны дұрыс бермедіңдер деді. Біздің корректор апа айтты. Сендер мыналарын дұрыс емес деді. Мына менің атам соғысқа қатысқан деді. Қан кешкен адам деді. Мен мынандай дүниені қабылдай алмаймын деді. Жаңағы басқа адамдар айтты, менің атам қатысқан, біздің әкеміз қатысқан, біз мынандай нәрсені көтере алмаймыз. Сендердің, мен түсінемін, сендер жақсы былай адами көзқараспен бергілерің келеді, бәрін екі жақты сараптап. Бірақ олар бәрібір жауыздық жасады. Олар не көрдіңіз ба? Тура осындай нәрсе жаңағы фильмде де көрініс табады да, яғни біз жаңағы адамдар, біз екінші дүниежүзілік соғыс әлі аяқталған жоқ. Біздің ішімізде. Ол біздің ішімізде әлі жүріп жатыр. Ыза кекті жеңе алған Ыза кекті біз әлі жеңе алған жоқ. Қуаныш, сіздің пікір. Осы жерде ыза кекті жеңе алмау дедіңіз ғой. Енді кез келген режиссер тұтас картинаның ішінде кейбір элементтер арқылы месседж беруге тырысады ғой. Мысалы, уәдені бұзу, ұяны бұзғанмен тең ғой. Басында өздеріңіз білесіздер, минаны тазартсаңыздар, үйлеріңізге қайтасыңдар деп уәде береді, кейіннен оны орындайды. Енді бұл жерде дұшпанға әділ болу өз алдына, одан бөлек сержанттың бір босанып кететін жері бар ғой, босансып кететін. Сол же әділдік пен күштің қатар жүру керек екенін де байқататын сияқты, мен ойымша. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алған жан түршіктірер оқиға. Фильмнің басым бөлігін сіз орындықтың жиегінде отырып көресіз. Стивен Прокопий. Фильм өте сұрапыл фильм. Ішкі драматургиясы өте қатты, өте. Бірақ артық эмоция жоқ. Тіпті анау бозбалалардың жарылып өліп жатқанында бір төгіліп жатқан қанды, айғайлап жатқан қасіретті бір көрсетіп, бір хроника секілді ғана түсіреді. Жалпы мына скандинавиялық әдебиеттің, скандинавиялық киноның, скандинавиялық эстетиканың сыры неде? Дәл беруінде болар. Меніңше тағдырлар деп суреттесек болады. Барлық айтып отқан әңгімеде. Мен ойлаймын, мысалы осы киноны мысалы скандинавиялықтар емес, басқалар түсірсе, американдықтар түсірсе, ресейліктер түсірсе, идеологияға айналып кетеді. Жарылып жатқан адамдардың қасіретін көрсету, жергілікті тұрғындардың аңырауын көрсетеді, аңырату, мына ештеңе жоқ. Фильмде идеология, сіз айтқан Америка түсірсе идеология, онда сержант тұлға болып шығады, американ тұлғасы, Ресей түсірсе орыстың тұлғасы болып шығады, ана біз балалар жауыз болып шығады, сатқындық істейді, қашады, арамдық істейді, сатады.
осындай идеологиялыққа алып бұрып алып кетеді. Ал бұл адамзатқа ортақ құндылықтар арқылы шынайы дәл берілгендігінде. Сосын мына жерде айтайын деген олай болса бір сұрақ қойғым келіп тұр. Мына фильм өзі несінде афишасында соғыс туралы драма дейді. Бұл соғыс туралы драма ма? соғыстан кейінгі. Бұл соғыстан кейінгі ғой. Соғыс болып жатыр ғой. Жоқ, дұрыс қой, оқиға соғыс. Біз мысалы енді Толстойдың соғысы және бейбітшілігінің соғыс туралы фильм деп өтпейміз ғой. Иә. Бұл адамның қалпы туралы фильм ғой. Қандай да бір тарихи жағдайдағы, ахуалдағы. Маған соғыс драмасы деген сөз бұл фильмнің аясын тарылтатын секілді болып тұр. Мына жерде шынымен де екі жақтың балансы сақталған сияқты. Мынандай бір сөздері болады ғой. Елге қайтқан кезде қираған ғимараттарымды қайта тұрғызам дейді ғой. Сонда жаман болсын, жақсы болсын, өзіндікі ол өзіндікі. Яғни Моя земля деген сол айтайыншы. Иә, әркімнің яғни елді сүю жүректің ісі екенін түсіндіретін сияқты. Сержанттың жасаған ең үлкен ерлігі балаларды босатып еліне жіберу ғой. Адамдыққа оралуы ғой. Адамдығын оралды. Ең үлкен ерлік. Егер фильмнің жалғасын елестететін болсақ, бұл әлі мынау соғыс заңдылығы жаңағы өзің айтқан, тонауға хақы бар, кек қайтаруға хақы бар деген соғыс заңдылығының әлі басылмаған кезі Норвегияда. Норвегияның қоғамы үрпиіп тұр бұл кезде. Өйткені әр отбасының шеккен зардабы бар, қасіреті бар, дұрыс па? Сол кезде бұл өзінің тікелей басшылығының бұйрығын бұзып балалар жіберіп отыр. Сержанттың осы фильм бітті мінекей, соңы деді. Бірақ сержанттың өмірі ары қарай жалғасып жатыр. Сержанттың тағдыры қандай болды деп ойлайсыздар? Сержанттың тағдыры бүгінгі Дания деп ала салуымызға болады. Келіспесін. Ол Сержант әскери иерархияның құрамындағы адам. Ол өзінің тікелей басшылығының бұйрығын орындауға міндетті. Бұл бұйрықты бұзып, балаларды босатып жіберіп отыр. Бұл бұйрыққа бағынбай отыр. Жоқ, бұл трибуналға кетеді ғой. Жоқ, әскери адам. Бұл не сотталады, не қамалады. Бұл сол кезде құндылықтар соғыс біткен бойда өзгерген жоқ. Араға бәленбай. Сонда сатқындықты кім кімге жасап жүр деген сұрақ туады. Ал енді қазіргі немен қарағанда ол басқаша шешім шығар. Сонда өмірде дәл осындай оқиға болды дедік. Сержант өмірін түрмеде аяқтайды ғой. Сөйтеді. Бұл жерде басқаша көрсеткен. Көрсетпейді ғой. Көрсетпейді, бірақ ана кетіп бара жатқан бала қимай қарайды. Бұл кезде балаларға қимай қарайды, сосын күн ана нені көрсетіп жібереді ғой. Соған қарағанда мен ойлаймын, ары қарай сал мына босатып жіберген сержанттың да ары қарай тағдырында қиындық жоқ. Жалпы әлемдік бейбітшілікке шақырды. Балалардың бағын ашты. Иә. Бірақ өзінің тағдырын құрбан. Мен айтып отырсам, алғашқы бейбітшілік қадамы осы. Бейбітшілік қадамы. Ең алғашқы. Яғни адамзаттық нәрсенің биікке шығуы. Бұл жерде жалпы осы соңғы жылдары түсіріліп келе жатқан екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты әскери драмалардың ең басты жетістігі жалпы көрерменге, дүние жүзіндегі көрерменге беріп отырған месседж ол жаңағы соғысты емес, ол адамшылықты, гуманизмді. Қандай жағдайда болмасын біз өзіміз жасаған адам кейпімізді сақтайықшы дегенге үлкен месседж тастап отыр. Сол. Сосын жаңа сіздің жақсы сұрақ қойдыңыз, ана Скандинавия елдерінің кинематографиясы туралы. Шындығында да басқа елдердің кинематографиясы мүлдем ұқсамайды. бір суық, сұрқай, бір қатыгездік бар ма? Сараңдық, эмоцияға деген ұстамдылық, ашық жарқындық жоқ. Мысалы, жаңағы Увенің екінші өмірін алсаңыз да сондай да, сонда жаңағы сіздің сұрағыңыздан кейін ойланып отырсам, басқаларымыз кино түсіреді екенбіз да, басқалар ше. Бұл елдер өмірді тура сол қалпында беретін сияқты да маған. Бергенде де әдемі берді. Бұлардың өтімділігі сонда сияқты да, өмірде ана мысалы осы елдердің киноны көріп отырып, расында да өмірде осы ғой дейсің да. Өмірде біз ешқандай боямашылыққа бармаймыз ғой. Ондай нәрсе жасамаймыз ғой деп. Мысалы, Бергманның драмаларын көріп отырып айтасыз ғой. Шындығында да өмірде осылай ғой. Осылай сөйлесеміз, осылай әңгімелесеміз, осылай үндемей қаламыз. Киім, кешек бәрі осылай тұрады. Мысалы, төбелессең, осылай төбелесесің деген сияқты. Сонда бұлардың артықшылығы меніңше жаңағы бір жағынан өздерінің ар жағындағы діни, жаңағы басқа да көзқарастарына, қоғамдық құндылықтарына да қатысты содан шығып келген. Екінші жағынан бұл елдерді өнерін ерекше етіп тұрған бұлардың өздерінің жаңағы дүниетанымында ғой деп ойлаймын да, өмірді қабылдауында ғой деп ойлаймын. Бұл сонысымен бізді әлі де таңғалдырады деп ойлаймын бұл елді.
біздің көрермен қалай қабылдайды деп ойлайсың, өміржан? Жаңа айттың ғой сен, мысалы сендердің басылымдарың жариялаған мақаланы қоғам қабылдамады деп. Қабылдамайды, иә. Бір ұжымның өзі қабылдамайды ғой. Рас, қазір жаңа нәрсе айтсаң, ұжымның өзі қабылдамайды. Қазіргі нақты Мысалы, беруде. жақсы, мына жерде жат елдің оқиғасы, сержант Даниялық, мысалы балалар, немістің балалары, егер мысалы жаңағы жерде сержант біздің отандасымыз болса, бізде екі түрлі көзқараспен өлтіріп қабылдайды. тастайық дейтін еді ананың Енді бәрін. бұны Неге? қазіргі- Біз әлі толық ненің рухани зардабынан әлі толық құтылған жоқпыз біз. Сіздің жасыңыздағылар қараса, онда ол Иә. мына қорлағанына риза Олай болады. айтпауымыз Жаңағы керек. басында ұрғанына, Біреулер үшін дәрет шешім сындырғанына, болар. мысалы, сіздің жасыңыздағылар, мысалы мен өтірік айтпай ақ қояйын, әкем үшін, мен әкемнің қарайластары үшін неміс ол әлі күнге ұлы дұшпан, ұлы жау болып есептелінеді. Бүгінгі Мысалы, жаста- сол секілді ол кісілер көретін болса, еркін, білімді. ол кісілер басқаша көретін болса ойлайды. рахаттанады. Бұл- Себебі неміс қорлап жатады. Неге жіберіп қойды деп киноны тіпті телевизорге Бұл зат лақтырып жіберу фильмнен мүмкін. көп нәрсе түсініп шығады, алапат эмоциялар алады деп есептеймін. Бұл ауыр фильм, бірақ сондай үлкен ләззат сыйлайды. Сосын қазіргі жастар ақымақ емес. Қазіргілер біздерге қарағанда еркінірек, еркін ой иелері. Сосын олар түсінеді соғыстың зардаптарын, жалпы соғыстың неден туындайтыны. Бұл соғысты ұйымдастыратын диктатор, жалпы жеке тұлға, ол жалпы өзін жеңе алмаған, өзінің осал тұстарын реттей алмаған, жалпы жеңе алмаған, сол андай қолындағы барлық мүмкіндік алапат нүктелерді, қаруларды қолданып, сол соғысты әлемге ашып беріп, кегін сондай масштабқа шығарады да. Негізі анау үлкен-үлкен соғыстардың артында өзі бір-ақ адам тұрады негізі. сосын фильм маған ең Оны басты нәрсені түсінеді деп көрсететін секілді, соғыстың адамзатқа тигізетін ең үлкен қасіреті адамды адами қалпынан Құндылықтарды өлтіру. айырады, Құндылықтарды адамды өлтіру, хайуан иә. қылады. Басқа сөз. Ал кейін адами қалпыңа қайтып келу, бейбітшілікпен ең болады, ерлік, иә. ең Оған қиын нәрсе. ғасырлар кетеді ғой Сосын кейде. бұны қалай қабылдайды дегеніңізге қатысты. Жалпы әскери драмаларды мына киноның ішінде ең көп көрілетіндері, көп қаралатындары және адамды эмоционалдық көңіл күйге көтеретін әскери драмалар. Сондықтан бұндай кинолар негізі жаңағы сержанттың бойындағы босаңдық деп отырсыз ғой. Біздің қоғамда да фашистерге әлі күнге дейін қарсы сондай адамдардың өзінің бойында сондай бір босаңдық бар. Иә, Сондай адам. фильмді көрген кезде олардың да адамгершілігі оянады. Неге? Өйткені сен қоғамның алдында бүйтіп қатып алған батыр сияқты көрінгенмен сен адамсың. Сенің бойыңда, сержанттың бойындағы дүниелер саған да тән. Саған да жаңағы гуманизм, саған да киноның айтып отырған дүниесі жетеді. Және біздің көзіңді сол сержант кейіпкерді осынша талқылап отқанымыздың бір себебі бұл сержант ойнаған Рональд Мөллердің керемет шеберлігі. Мен мысалы өзім бірінші рет көріп аң-таң болдым. Мен жалпы білем, скандинавиялық киноның өте ғажап екенін, скандинавиялық өнердің, жалпы скандинавиялық кино деген нәрсені көрермен өзі үшін ашуы керек деп ойлаймын. Актерларының өзі бұлардың керемет келеді. Керемет таңдан. Енді мынаны жаңағы бізде бір сценарист, мен бағана айтып отырғанмын, біздегі сценарист жазатын болса, соңын трагедия қылып жіберілмеді деп ойладым да. Ал енді мына кісі мына драматургиялық кейбір қағидаларға өзгешелік алып келген. Бұл жерде жаңағы тартыста жүрген, соғыс алаңында жүрген қыз ешқандай нәрсе жоқ. Немесе өмірде де бір әйел адаммен анау кішкентай қызды ғана әйел ретінде көрсетіп қояды. Бірақ олар бір жанама жанама кейіпкер ретінде ғана тұрды. Көбінесе драматургия ер мен әйел, немесе екі әйел бір ер, немесе лирикалық шебер. солай шиеленісті. Бұл жерде бір нәрсені анандай бір деммен ұстап тұрғанына мен таңғалдым да. Бір сөз оның сыры тек қана нақты беруінде. Жаңағы басында Гамсунда айтты. Шеберлігі сонда тұр. Бірде-бір кейіпкерді бір бөліп ажыратып алып шықпайды. Ешқайсының жан дүниесін сипаттап қиналмайды. Жалпы хроникалық түрде ғана баяндайды, бірақ жалпы жағдайдың, ахуалдың қасіретін ашады. Адамның ішіндегі өкпе мен ызаның табиғаты және кешірімділіктің маңызы турасындағы терең де тамаша зерттеу жұмысы. Хорхе Лозер. Назарларыңызға бүгін ұсынатынымыз 2015 жылы Мартин Занвилис деген даниялық режиссер түсірген туынды «Құм астында».